Бәріңе сәлем, сіздермен бірге мен Диана, менің арнама қош келдіңіздер. Бүгін өте ерекше кешкі ас дайындаймыз. Ең алдымен маған тіркеліп, лайк басып және де ұнаса комментарий жазып ұмытпаңыздар. Егер де өз жақындарыңызды қуантқыларыңыз келсе, осы тағамды жасауды ұсынамын. Ең соңына дейін көріңіздер. Ең алдымен көкөністерін дайындаймыз. Менде мұнда картоп, болгар бұрышы және де сәбіз бар. Осыларды жақсылап тұрып турап аламыз. Ең бірінші картопты ортасынан бөліп, әр бөлігін 3-ке немесе сіздерде үлкен картоп болса 4-ке бөлуге болады. Осылай турап аламыз. Және де болгар бұрышының ортасын тазалап, осылай 4 бұрышты қылдырып тураймыз. Және де сәбізді домалақтап тураймыз. Ал енді туралынған көкөністеріміздің үстіне тұз, бұрыш және де кез келген ұнайтын дәмдеуіштерді қоссаңыздар болады. Және де сұйық май қосып, біркелкі етіп араластырамыз. Енді көкөністерімізді осылай духовканың табасына салып, 30-45 минуттай пісіреміз. Ал енді екінші бөліміміз, ол жерде етімізді қуырып аламыз. Етімізді жақсылап 4 бұрышты етіп тураймыз. Сіздер кез келген ұнаған еттеріңізді алсаңыздар болады. Менде мұнда қойдың еті. Осыны жақсылап тұрып турап алдым. Пісіретін табамызға сұйық май қосып, оны қыздырып, үстінен етті салып, бір қуырып аламыз. Және де оның үстінен ыстық қайнаған суды құйып, 1,5-2 сағаттай бұқтырып пісіріп аламыз. Кез келген ұнаған дәмдеуіштеріңізді қоссаңыздар болады. Менде мұнда етім тұздалған болғандықтан мен ешқандай дәмдеуіштер қоспадым. Ал үшінші бөлімімізде біз күрішімізді пісіріп аламыз. Ол үшін күрішімізді жақсылап тұрып жуып аламыз. Пісіретін табамызға сұйық майды құйып, оны қыздырып, оның үстінен күрішімізді саламыз. Және де жақсылап тұрып араластырамыз. Араластырып болғаннан кейін күрішіміздің үстіне су құйып, бір есе асатындай су құямыз, қайнаған суды. Және де күрішіміз сәл көтерілгеннен кейін табамыздың бетін жауып, отымызды азайтамыз. Осылай 5-10 минуттай пісіреміз. Ал енді тамағымыздың 4-ші бөлімі, ол осы тағамдардың бәрін бір табаққа салу. Осындай әдемі табақ алып, ең алдымен күрішімізді кесемізге саламыз. Осылай видеода көрсетілгендей, және де оны аударамыз. Осылай 4 жерден істеуге болады. Ал енді күрішіміздің үстінен көкөністерімізді саламыз. Осылай әдемілеп тұрып, жан-жағына қарай саламыз. Достар, менің жасаған рецептерім ұнаса, маған тіркеліп, лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Ал енді етімізді саламыз. Көріп тұрғаныңыздарыңызда етке мен тағы да пияз салып қуырып алдым. Етімізді жақсылап тұрып саламыз. Ал үстін әсемдеу үшін қызанақ немесе көкшөптерді турап салсаңыздар өте әдемі көрінетін болады. Осымен біздің жасаған тамағымыз дайын. Сіздерге ұнады деген ойдамын. Маған лайк басып, комментарий жазып, ұнады ма, ұнамады ма, соны жазып кеттіңіздер. Келесі видеоларда кездескенше сіздермен болған Диана.